Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін ерекше тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз құштарлық жайында болмақ. Енді жалпылама бұл тақырып туралы әңгіме қозғамас бұрын алдымен менің осы видеома назар аударсаңыздар. Білуге тырыстық. Қазіргі мен сізге көрсететін бұл дүниені сіздер есептемей қойыңыздар. Енді ақыры алып келген дүние болғаннан кейін сіздермен бөлісуге менің мақсатым. Сондықтан құрметті ұстаздар, сіздерде тараптарыңызда реніш болмаса деп ойлаймын дейсіз. Жақсы. Енді бұл жерде сіздер білесіздер, бұл катапульта. Яғни катапультаны соғыста көбінесе тастарды немесе отты ату үшін қолданады. Яғни бұл жерде қазір бұны жарық көрсетемін сіздерге. Екіншісі бұл атты әскер. Әрине Орбұлақ шайқасында ең басты Жалаңтөс Бахарды 20 мың қолмен келген кезде Самарқандтан атты әскермен келген болды. Оны білесіздер. Және де бұл жерде келесі бізде таран. Әрине европалықтарда көбінесе бөренені қолданды, ал бірақ біздің жалпылама 12-13 ғасырларда ең көп қолданылған қару. Әрине бұл екі қару біздің Орбұлақ шайқасымызға ешқандай қатысы жоқ, бірақ бұл 12 ғасырдан бастап 15 ғасырға дейін ең көп қолданылған қарудың түрлері. Оқушы бұны қосымша өзінің ізденіс жұмыстары ретінде алып келді. Сондықтан сіздерге қазір бұны көрсететін боламын. Ал жалпылама Орбұлақ шайқасының құпиясының барлығын мен осылай жалпылама оқушымен зерттеп осылай анықтадым. Яғни бұл жерде таудың ерекшелігі слайдта көрсетеді. Егер мұқият мән беретін болсаңыздар, 300-ден екі жақтағы әскерді бөлек дағы ортаға қысады. Яғни біз әскерді солай орналастырдық. Көріп тұрсыздар. Енді қараңыздар. Жалпылама біз ғұндардың, яғни ысқырмалы жебелерін жасауға тырыстық. Әрине бұл әлі аяқталған жоқ, бірақ болашақта міндетті түрде біз бұл жұмысымызды аяқтаймыз. Енді қараңыздар, бізде катапульта. Әрине регламент болғандықтан барынша сіздерге асығып көрсетіп алдым енді. Қазіргі кезде бұдан да жойқынын жасасам ба деп жатырмын. Көрдіңіздер? Яғни бұл жерде қараңыздар. Әскер екі жақта 300-ден орналастырылған. Енді өздеріңіз видеода жаңа көрдіңіздер. Осы видео арқылы сіздерге құштарлық деген қасиетті түсіндіргім келді. Жалпылама бала кезде мен роботтар жасағанға қатты қызығамын. Сол үшін өзімнің бір кішігірім жасаған дүниемді сіздермен бөліскім келді. Бұл менің роботтар жасауға деген қызығушылығым, ерекше құштарлығым десем де болады. Әрине кез келген адамның бойында ерекше бір құштарлығы болады. Мысалға ол туған жерге деген құштарлық болуы мүмкін, немесе өзінің өмірінде ерекше бір жақсы көретін адамға деген құштарлық болуы мүмкін, немесе өзінің мамандығына деген құштарлық болуы мүмкін. Әрине әр адамның құштарлығы әртүрлі болады. Мысалға кейбір адамдар болады өмірінде тиындар жинауы мүмкін, мысалға ерекше бір көне тиындарды жинауы мүмкін, немесе ерекше бір сирек кездесетін кітаптарды жинауы мүмкін. Әрине ол әр адамның өзінің қызығушылығына байланысты. Сіздерге сондықтан осы бір тақырыпты таңдап құштарлық жайында айтқым келді. Енді Наполеон Хиллдің «Ойлан да бай» кітабынан ерекше бір сіздерге үзінді келтіріп өтейін. Кез келген кедергіні еңсеру үшін шегінер жолдың барлығын кесіп тастаған абзал. Тек сонда ғана жетістікке жеткізер, жеңіске деген құштарлықты оята аласыз. Ал сіз құштарлық жайында не ойлайсыз? Міндетті түрде комментарийға ойларыңызды жазсаңыздар.
лүпілдеріңізді аямаңыздар, және каналыма тіркелуді ұмытпасаңыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп